Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін кез келген тамақпен үйлесетін, тәбетті ашатын брокколи және цветная капуста қосылған көкөністерден керемет, пайдалы әрі дәмді салат дайындаймыз. Ең алдымен брокколи және цветная капустаны кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Тұзды суға қайнатып пісіріп аламыз. Көкөністеріміз қатты езіліп кетпеуі тиіс. Брокколиді 2-3 минут, ал цветная капустаны 4 минут қайнатсақ жетеді. Дайын болған брокколи мен цветная капустамыз суығанша келесі көкөністерге кірісеміз. Сәбізді майда теркадан өткіземіз. Терка болмаған жағдайда ұзыншалап пышақпен майдалап тураймыз. Қиярды да ұзыншалап тураймыз. Қаласаңыздар 4 бұрышты қылып турасаңыздар да болады. Тәтті светофор бұрышында ұзыншалап тураймыз. Светофордың осындай сары, қызыл түстерін алсаңыздар салатта әдемі көрінеді. Ендігі кезекте қызанақтарымызды майда бөліктерге бөліп тураймыз. Сондай-ақ черри қызанағын қосуға болады. Черри қызанағын алсаңыздар 2-ге бөліп қоса саласыздар. Туралған көкөністерімізге суыған брокколи мен цветная капустаны қосамыз. Салат жапырақтарының кішкене бөліктерге бөліп кесеміз. Егерде мен арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Сондай-ақ салатымызға петрушка немесе кинза қажет болады. Мен петрушканы таңдадым, оны да турап салатымызға қосамыз. Сарымсақты майдалап турап немесе қысқыштан өткізіп қосамыз. Салаттың дәміне қарай тұз, паприка, ащы қызыл бұрышын және де кориандр қосамыз. Күнбағыс майын қыздырып алып салатқа қосамыз. Сондай-ақ дәміне қарай соя соусын қоссаңыздар болады. Салатымызды жақсылап араластырып, дәмдер бір-біріне сіңу үшін жарты сағат уақытқа алып қоюларыңызға кеңес беремін. Осымен салатымыз дастарханға ұсынғанға дайын болды. Видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.